Ақшаны қалай Freedom Brokerге толтырамыз? Ол үшін Freedom Super Appқа кіреміз. Freedom Super Appқа кіріп, мына жерде картамыздың реквизиттерін алып, соны скопировать етіп аламыз. Скопировать етіп алғаннан кейін шығып, на карту другого банка деген Каспийден жіберетін болсаңыздар, Каспийден мінекей 136 мың, мінекей. И мында уже, тоқтаңыздар. На карту другого банка. Қашана скопировать етіп алған Freedom'ды вставить етесіздер номерін, и 136 мың теңгені осылай жібересіздер. Мына жерде комиссия көріп тұрсыздар ғой, от суммы комиссия 1292 теңге деп тұр. Жалпы Каспий ең жоғары комиссия. Егер аз комиссия төлеймін десеңіздер, онда халықтан немесе прямой Freedom'ның терминалына салсаңыздар болады. Енді біз сіздермен мынаны салатын болсақ, қазір мысалы 130 мың теңге салайық делік, міне 130 мың теңге салатын болсақ, 1325 теңге ұстап қалады, сонымен жібереміз. Ақша жіберілді. Енді Freedom'ға кіреміз. Freedom'нан уже пополнение с другого банка деп тұр. То есть банкке кірген кезде уже ақшамыз осында шықты. Міне түсіп тұр 130 мың теңге. Енді суперкартты біз ашып алғаннан кейін суперкарттың үстінен басамыз. Брокерлік счетты осы жерден прямой толтырамыз. Переводы дегенді басқан кезде мына жерде на брокерский счет деген таңдайсыздар. Сосын мына жерде сіздердің өздеріңіздің басқан кезде сіздердің брокерлік счеттарыңыз шығады. Соны таңдайсыздар, автоматты түрде им неқа сумма перевода жазып, перевести дегенді басып жібересіздер. Мінекей, и мына жерде 130 мың. Мысалға осылай. И комиссия бұл жерде уже супер аптан тегін перевести басамыз. Мына жерде доллармен көрсетіліп тұрады. Бұл на самом деле долларға алмаспайды, сізге просто көрсетіп жатыр. Доллармен шыққанда қанша болатындығы. Міне ақша кетті, салынды. Енді Freedom Brokerге кіреміз. Кейбір кезде бірден түседі, кейбір кезде сәл күту керек. Қазір 1 минут. Міне счетқа ақша түскен кезде Freedom Brokerге осылай обновление жасайсыздар. Ол бірден түспеуі де мүмкін, ол бір 15 минуттық ішінде түсуі мүмкін, немесе иногда бывает бір күнге дейін ұстап қалады. Күте тұрамыз, сәл күте тұрамыз, тағы да